Көктем, рахмет. Сұлтан бенд, қайырлы күн қазақ елі. Бұл әнмен бекер бастамадық, өйткені бүгін дәл осы 5 ақпанда 1921 жылы Верный Алматы деген атқа ауысқан еді. Демек біздің қаламызға 100 жыл. Алматы ғашықтардың мекені, жастардың қаласы, мүмкіндіктердің тоғысқан жері деп жатамыз. Сондықтан барлықтарыңыз дәл осы қалада, дәл осы Алматыда орналасқан студияда өз бақыттарыңызды табуға нәсіп етсін. Бүгін сондай тілек тілеңіздер, өйткені бүгін күн жұма. Қабыл болсын, барлық дұға тілектеріңіз орындалсын. Ал біздің бүгінгі шығарылым енді берекелі болсыншы деп тілейміз, өйткені кешегі эфирдің соңы қандай жағдайларға ұласқанын сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме, белгісіз, бірақ біз үшін өте күрделі күндердің бірі болды. Сондықтан бар тілейтінім бүгін сондай бір кикілжіңдерсіз, ұрыс-керіссіз, дау-дамайсыз, өте жылы, шырайлы, берекелі бағдарлама болсын. Және сол бағдарламаны біз бастаймыз. Мұса қосылған екен қатарымызға. Қош келдің, Мұса. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Жұма мүбәрәк болсын, Жана ханым. Әмин, бірге болсын. Қуаныштымыз өзіңді көргенімізге. Және кешегі жағдайға байланысты бірден айтайын, Бердақ бүгін эфирде жоқ және болмайды да. Санаулы сәттерден кейін ұжымның қабылдаған шешіммен біз бөлісе жатармыз. Өйткені Аслан бар, Нұрсұлтан бар, Бердақ бар. Кеше тіпті білмеймін, қызық болды. Негізінде сондай бір жаға жыртысатындай сөздер айтылмады бұл жерде. Соншама бір-біріне жұдырық алып жүгіретіндей жағдайда болмады. Жігіттерге не болғанын кешеде енді эфирден кейін осы жерде 1,5 сағаттық жиналыс жүргізген едік. Әрқайсымен жеке сөйлестік. Бізге де ауыр, бізге де қиын. Тіпті сонда мені сыйламай ма, осы жерде менің сөзімнің салмағы жоқ па? Нәрсеге қарамастан, ешкімді тыңдамастан жігіттердің бұндай әрекетке баруы қаншалықты дұрыс, әлде бұның барлығы тек қана көз бояушылық па, білмеймін. Бірақ менің бар айтарым, тіл мен жаққа сүйінудің қажеті жоқ. Жігітсіздер ме, ер азаматсыздар ма, біздің қорғанымыз деген атақтарыңыз бар ма, соған әр қашан сай болсаңыздар, бізге жеткілікті. Осының барлығы ауыр болса да шындық осы. Енді қыздар да біледі, жігіттер де отыр ғой, куәгерлер, кешегі жағдайдан хабардар жандар. Ұжымның қабылдаған белгілі шешімі бар. Сәлден кейін құрметті көрермен өздеріңізбен де бөлісе жатармыз. Ал дәл қазір көңіл күйлеріңіз түспесін. Сіздердің дәстүрлі ойындарыңыз Задарекезі дүкен ұсынған осындай термос шыны деп айтамыз ба, сіздерге сыйға тарту етеміз. Егер эфир барысында көрсетілетін 5 белгіні дұрыс жазсаңыздар, Instagram парақшамызға бірінші болып пікір қалдырсаңыздар, сыйлықты ұтып аласыздар. Ал бірінші белгі салтанатта ботам. Көзілдірік киіп эфирде отыратын қатысушылардың саны көбеюде енді. Сон Жана ханым түсінбедім да, Нұрсұлтан шешіпті да. Екеуін жан бауырым деп очкиін эстафета берген ба деп атқаным ғой. Енді жалғаспас екен деп отырмыз, эстафета осымен тоқталса екен. Кеше эфирде болған жоқпын Жана ханым, бірақ шет жағасын көріп қалдым да. Жігіттер еткен дұрыс болмапты мына жерде. Бүкіл халықтың алдында. Бұл жерде кәдімгідей Рейнбо болып кете жаздық қой, барлығымыз кино болып кеттік қой. Неге күліп жатырсыздар? Білмеймін, жігіттер. Жана ханым очки демес теріскенде жоғады екен ғой негіз. Теріскенде үйде қонған еді, шығып кеткен. Бір үйде тұрғаннан кейін сондай болған шығар, енді жарайды. Эфирді бастайық. Нұрсұлтан, көңіл күйіңіз жақсы ма? Әрине жақсы, Жана ханым. Керемет көңіл. Жақсы деп қояды өзі. Ұялмайды да тіпті. Жана ханым, сол сіздің сөзіңіз сол кезде болмаса, құдая осының барлығы болмайтын еді ғой, шіркін-ай. Енді сол ащы тілім бар, білмеймін, осы нәрсе өмірі маған осында подножка береді, өмірде бар ғой, сөз. Білмеймін, қалай не істеймін, қанша өзім не істесем де жеда болмайды. Білмеймін, енді күліп ойнап жүрейікші, Жана ханым, мен қалдырып кетемін ондай нәрселердің бәрін, негіз постоянно. Сіз қалдырасыз ба, біз қалдырамыз ба, енді оны әлі көре жатармыз. Ал дәл қазір эфирімізді бастау үшін енді жігіттердің бұл жағдайын кеше түсінбей қалған, өзі болмаған Мұсадан бастайықшы. Мұса? Ассалаумағалейкум, жұма мүбәрәк болсын.
Рахмет, бірге болсын дейміз. Білмеймін енді Мұса бір күн бар, бір күн жоқ. Той қашан сонымен 2021-де той деп едің? Иншалла осы жыл болады, Диана ханым. Сосын жаңа ойлаватырмын да, мен сториске не салған болатын, бір видео салған болатын, бет ашар деп ше. Осы жыл той болсын деген арам ғой, ниет қой енді жалпы. Енді бүйте беретін болса Нұрсұлтан бет ашардан қаласың сен бар ғой. Шақырмай қоямыз ғой. Тойдың арты төбелес болып, әйтеуір бірдеңені айтып қап. Иә. Күшті шығыпты видеосы. Тост айтып тұрған кезде тағы да бір қызды ренжітіп алып жүрсе, иә, сен деген деп бастаса тағы бәле ғой негізінде Нұрсұлтан. Сондықтан байқаңыз, тілек айтудың да жөні бар. Микрофонды азырақ ұсташы деп жатқан ғой жалпы. Әдет болып қап, тойға барсаң тамадамен таласып жүрме дағы. Онда ол кезде біздің той болса, әр үстелде бір микрофондан болатын шығар әр қатысушыда. Ниет қой жалпы, Диана ханым, той болсын деп, мына кім, Альбина мен кімдер бар, ақтөрелер бар, жақсы жұптары батыр. Ағлам мен кім, Агатан жұбы бар, тағым бар бізде. Иә. Салтанат пен Сабыржан. Салтанат күшті көтердің ғой сен қолыңды кәдімгідей. Иә, ұшып кетейін деп тұр. Айгөлек кәдімгідей ұлбосынның алдына түсем екен, асығыстық танытып жатыр біздің Айгөлек, біз енді білмейміз. Иә, асықпа бірақ. Уайымдап қалдық бір жағынан. Әрине той болған бізге де дұрыс қашанда, бірақ бәрібір сәл уақыт өтіп танысса екен деп ойлап жүрміз. Бірақ енді егер ұлбосыннан бірінші кетем десе, оған да көнеміз. Иә. Бірақ ұлбосын бірінші орынды бермейді ау. Диана ханым, кеше біз кездестік қой. Сіз шамалы сөзге кеп қалғанбыз ғой. Машинасына отырады, кетіп баратыр, мен шошып кеттім, болды, алып кетемін сен деген кезде. Жаңағыда жаман шошып кеттім ше. Мен адаммын ғой, мен сұрап алсайшы деп қоямын ғой. Енді сөйтсем қалжыңдаған екен да. Енді кімнің тойы болса да, Диана ханым осы жерден ұзатылып шыққанға не жетсін берсін. Кімнің той болса да халал той болсын деп қойсай. Арты төбелес болмайтын деп. Иә. Сабина келді ме Мұса? Кездесу болған шығар? Міне осылай басталады ғой Мұса. Иә, кездесу болды. Шын ба? Иә, рас. Қуанатын болдық, Мұса кездессе бізде жарнама. Жарнамадан оралдық. Еуразия бірінші арнасында 18:30-ға дейін біз тікелей эфирдеміз. Ортада Мұса, осы жолы кездестім дейді, шүкір. Иә, белгі болса Зухра ханымның қолында. Зухра ханым дейді. Шапағатым дейді. Иә. Ал. Дальний амаяды да мен де басқаша оқып қалыппын. Қалайсыздар? Жақсы өзің. Жақсы болсын әрқашан. Бүгін енді білмеймін, Мұсаның күні болсын, өйткені соңғы шыққан күндерде жаман көңілге мен орнына қайтып кетіп жүреді. Көміліп кетіп жатыр мына жерден ше. Ержан атакаға шығып мына жақтан. Ержан тиіспейтін болды. Ағылшын тілін оқып жүр ғой. Жақсы ма бәрі? Жақсы болып кетсінші. Мен ағылшын оқып жүрмін қазір. Уақыт жоқ менде вообще. Thank you very much. Сен оқымай-ақ қойсы, сен ағылшын жақсы еді ғой. Жоқ, сон Негізі борт серік бізде Мұса ғой. Мұса ағылшын тілін өте керемет деңгейде біледі. Сөйлесеміз да, қалай? Ержанмен батыл болсын ағылшын тілінде. Жоқ, брат. Сен уровеніңе жетпейді ал. Брат, сен қай уровеньдесің? Элементариде қалып кеттің ғой сен бауырым сәл. Бегенерден алдын бір не болады ғой, білесің ба? Алфавит танитын ше. Сол ғой. Онда Диана ханым, менің уровеньімде емес ол. Менің уровеньімде емес. Жарайды, Мынау Асхаттың қызы келсін, сол кезде сөйлесеміз. Кеше көрдік қой қалай сөйлескеніңізді. Көп сөз бай, әзіл күлкі жақсы барлығы. Сабинаны шақырайық, иә, одан да. Сабина, келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Көңіл күйіңіз жақсы ма? Жақсы, рахмет. Көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Мұсамен кездесу болды дейді, соған өте қатты қуанып отырмыз. Соңғы күндер ондай сөзді естімегенбіз Мұсадан, содан кейін сирек жағдайға айналғаннан кейін ризамыз, ырзамыз. Пранк просто. Кездесу болды, қалжың. Пранк өтпей қалды. Жоқ, шынымен де алдаған сияқты, өйткені сурет видео жоқ. Сәлем, қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір. Әдемі болып кетсін. Рахмет.
Өткен жолғы үміткеріне де әдемі болып кетіпсің дегеннен кейін арты кәдімгідей айқай шу болған негізінде, Мұса. сол екінші әдейі айтып көріп жатырмын, тағы да сондай бола ма екен деп. Тексеріп. Болашақта сөйтіп айтпайтын боламыз сосын. Түсінікті. Сабина, енді Мұсамен сырласу барысында, танысу барысында қандай жігіт екен Мұса негізінде? Біз оны әлі білмей жүрміз. Ақ көңіл. Прям настроение көтеретін, всегда күлдіртіп. Прикол айтып, әзіл айтып. Әзілге жақын, е? Әзілге жақын, я негізі. И еще пранк көп жасайды. Мысалы? Битик, ситик деп, андай жасайды негізінде. Қалжыңдап айтып қояды бірдеңке. Дианаға мен бүгін сөйлемейін деп айтқам. Кеше Иә. айтқам ғой, бүгін эфирге шығамыз, қалай көңіл күй бәрі жақсы ма, сөйлесіп тұрамыз дейсіз. Өзім жазып жүрмін, прикиньте. Мәссаған, не істесек болады екен? Мұсаны қалай, білмеймін, бір сыйлық бар ма екен, мынаны берейін бе саған, Мұса осыны? Көрермендер емес, Мұса отырсыншы бүгін. Қыздарға өзі жазып жүр екен. Ана оригинал ма? Әрине. Задари KZ. Жоқ, бермейміз. Ақтөренің жақында жекпе-жегі ғой, жаңа жарнамада келіп, негізі біз спортпен айналысқанда осылай ішу керек, біз осылай жақсы дейме, Ақтөре түсінбедім ол жағын. Бұйырса жекпе-жектің күні белгіленді ме айтпақшы? Әлеуметтік желіден көріп қалдық, октагон бірдеңе деп парақшадан бізге жіберіп жатыр барлығы. Қазір андай не болып жатыр кішкене. Бір-бірімізбен андай. Гонорар келіспей жатыр деп қойсай. Гонорар келіспей жатқанда, бірақ айтады осы бір аптаның көлемінде қай күні салмақ өлшену, қай күні жарыс болады. Біз сенеміз. Ай жаққа ма дейді Айгүлік, жоқ, уайымдама. Намысты бермейсіз ғой енді. Сабина жайлы енді Мұса не айтады екен, өзі жазып жүр екен. Иә, сөйтіп келістік та, ертең эфирге шығамыз. Не айтамыз дейді ма? Не айтамыз оғанда кездестік, бәрін айта берсеш, бірақ ертең эфирде сен сөйлеш дедім да мен. Сонымен жақсы деген, енді бүгін сөйлесін, Сабинаның даусын біраз естімедік. Сабина өте ұяң қыз сияқты. Сұрақ қойса бәлкім шынымен де сөйлеп ашыла жатар. Асхат мырза, сіздің бірінші алғашқы сұрағыңыз? Біріншіден бір претензиям бар. Сурет видео түсірмеу деген негізі ол дұрыс емес. Иә? Ол рас. Иә, ол правила бұзылуы. Алдында Ержан сөйтіп істеді, Бержақ сөйтіп істеді. Получается, сен сөйтіп істедің, потом ертең бәріміз ешқайсымыз нетпейміз. Потом не болады? Ол заңдылық қой. Сурет, фото болу керек. Просто былай ойлап қалдық та, бердақ суретке түсуге болмайды дедім, одан кейін біреу айтты, тағы біреу айтты, одан кейін бердақ үйретті бізге деп ше. Вот, так что давай сол кругты сенен бітірейік, и келесіде ондай болмасын арамызда. Тамаша. Болды, қараш. Содан кейін сұрақ, мысалға мен ойлаймын да, енді сен жұмыс істейсің ғой ары қарай, иә? Карьераң өседі. Сол кезде сіз үйде отыруға дайынсыз ба, когда сіздің күйеуіңіз болашақ ұзақ уақыттап басқа жақта жүреді? Ал сіз үйдің жұмысын істеп, анасының қасында, кәдімгідей прям білмеймін енді. Иә, дайын. Егер жағдайым жасап, кәдімгі. Сіздің типажыңыз сондай. Сіз бірге мен барам деп ұмтылып, мен десе мен ұшып барам, мен десе мен сол гостиницада жатам, қайтып келем деп үйтіп жабыса алмайсыз ба? Жоқ, жабыспаймын олай. Жоқ? Олай қиын болатын шығар негізінде, өйткені бір аптада бірнеше елге, бірнеше қалаға ұшса, ары бері Сабинаға қиын болып қалатын сияқты. Просто Диана ханым басында мынандай айтады да, қыздар үйленген кезде олар айтады, басында егер суытып алса, сөйтіп алыста жүріпші, онда ары қарай крепкий болмайды брак деген сияқтышы. Поэтому стараются қыздар күйеулеріне жақын болуға, басында хотя бы. Бірінші, екінші, үшінші жыл. Көзден кеткен, жүректен кетеді. Молодец, күшті сөйлейді екен мына жігіт. Қош келдіңіз. Жалпы Диана ханым, мен негізі бұл екеуін кездескендерін мен Мұсаның фанатымын ғой, негізі көріп тұрам, көрдім сторисінен ше, екеуі мороженое жеп. Ой, Мұсаның сторисін бақылап отырамын мен кәдімгідей. Екеуін көрдім, күшті кездескен. Точно фанатсың ба? Иә, сен фанатың брат, кәдімгідей. Қай жағынан, жақсы жағынан, жаман жағынан? Жақсы жағынан ғой, мен сендер бақылап отырамыз, кәдімгідей. Мороженое жеп, күшті кездесіпті. Эфирден кейін қолтаңбасын берсе болады? Иә, сол бұйырса аламын мен осы жігіттің. Сабина, қош келдің. Жалпы таныстықтарыңыз енді күшті жалғасып жатыр, сөздеріңізден белгілі отыр ғой енді. Ата-анаңыз не деп жатыр? Жалпы Мұсаға деген, Мұса сен жақтан, жалпы қызға деген ата-ана өз ойларын айтады ғой, біздікі де. Мен айта кетейінші, жалпы негізі мен үйіндегілер Қостанайда көп көрмейтін тұғын, жұмыспен, анаумен, анашым көрмейді енді. Бірақ көкем көретін болып, мен қалай эфирге келдім, содан басып эфирді көреді, эфирден шыққаннан кейін неге үйтпедің, неге былай істемедің деген сияқты ақылын айтып отырады. Сабина келген кезде сразу звондады, шыққаннан кейін.
сұрады жалпы қалай өзіңе қандай қыз екен деген сияқты. Барлығы жақсы, мен сразу бөлісіп айттым үйдегілерге. Енді мен үйдегілер всегда қолдайды да, қандай шешім қабылдасам да, Аллаға шүкір әйтеуір сенеді маған. Сабина өте жақсы қыз, тәрбиесіне, ата-анасына үлкен рахмет. Біздің үйдегілер көзқарас жақсы. Сабина жақтың ата-анасы қалай болып отыр? Не деп отқан жоқ па? Ештеңке? Жоқ, жақсы. Менің үйдегілерім негізі көрмейді бұл программаны тоже. Но мен барғаннан кейін көре бастаған негізі. Иә, сол көреді ғой бәрі. Көре бастаған. Туысқандар звондап тоже, бірақ бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Диана ханым, Темірлан? сізге сұрақ қойғым келеді да. Вот бір 4-5 күн болды енді келгелі. Танысып жатсыз, біліп жатсыздар, проценттік өлшеммен не істегенде, өлшенгенде қанша пайызға сізге ұнап тұр, мысалы қазіргі жағдайда? Қанша пайызға дейсіз ба? Иә, көңіліңізден шығып жатыр ма деген сұрақ қой, түйініне келсек. 100%-дің 100%-дің 60%. 60%. Оның өзі жақсы сияқты, ұл болсын. Қош келдіңіз. Сіздердің танысып жатқандарыңызда, таныстық үстінде жүріп жатқаныңызда қанша күн болды? Сен мұса барып келіп жатсың ғой, ұшып барып келіп жатқан елдерге, иә? Сол жақтан бір кішкенде болса көңіл, внимание ғой, бір подарок алып келіп сыйладың ба? Айгөлек, микрофонсыз олай сөйлеудің қажеті жоқ. Шынымды айтайын енді, бірақ орынды сұрақ сияқты, бірақ Сабина келгелі негізі шетелге шыққан жоқпын да мен. Бірақ оған дейін барып келіп жатырмын ғой. Алла бұйырса, міндетті де алып келетін боламын. Жұмыса бұл сұрақты қойып тұрған мен ойланып тұрмын да, сен көзінде андай бір от бір көрінбейді да, бір немқұрайлы не істеп тұрған. Мен білуімше сен бірақ кездесу болды иә сендерде? Екі рет болды, екі рет кездестік. Сен байқалып тұрған жоқ та, сен жақтан деген сезім бәрі. Негізі мен эмоцияны көп былай сыртқа білдіре бермеймін негізі. Мен мына жерде қалжыңдап көп не алып жүремін ғой негізі, ол бөлек нәрсе де. Ал енді қыз мәселесіне келген кезде мен эмоцияны бірден көрсетіп. Кезінде Бауыржан айтып кетіп еді ғой, мұса қыздарға келгенде бір тежегіш ұстап қалады деп па, сол рас болып тұрған сияқты ғой? Жоқ, тежегіш дегенде былай ғой, негізі болашақ жарым таңдағаннан кейін кішкене серьезно қарау керек та. Бет алды мен алдына түсіп мына жерде эмоциямды көрсетіп, ол дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан кішкене сабыр етіп уақыт көрсетеді ғой. Мұса, жаңа айтып отқан сөзің бар ғой, сыйлық туралы. Сыйлық беру үшін шетелге шығу керек деп ойлайсың ба? Жоқ, енді шығып жатсың деп сұрақ қойды маған. Сен шығып жатсың, сияқтан алып келдің ба деп жатыр да. Қандай сұрақ қойды, сол сұраққа мен солай жауап бердім. Ал енді басқа былай сыйлыққа тағылып қалатын болсақ, ол жоқ, қолдан келеді. Енді әшейін көңіл ғой, мысалы Астанада жүргенде де мысалы бір нәрсе алып келсең, мынау елордамыздан деп жалпы. Хамо, саған керемет бір үміткер келсе, сыйлық бердің ба сол үміткерге? Не ал дейді? Сен өз керемет бір үміткерің бар ғой, соған сыйлық бердің ба? Сакураға. Мен ол жайлы қазір орта ашқан айтатын боламын. Болды, оны да көре жатырмын. Жоқ, білмей тұрып сен айта берме, аха. Жоқ, мен саған сұрақ қойып жатырмын, айтып жатқан жоқ. Жоқ, сұрағың енді ортаға шығып айтсам мейлі екен. Көрініп тұр ғой, бермеген. Мұса, сіз осы уақытқа дейін қай үміткеріңізге керемет бағалы сыйлық сыйладыңыз? Иә? Сіз? Керемет бағалы? Жай бір енді сыйластық ретінде. Сыйладым ғой Диана ханым. Диана ханым сыйлады ғой, рэппен сұрақ қойып отты ғой. Жоқ, білезік сыйладым. Ол рэп біздің тараптан ұсыныс болған еді. Білезік? Білезік сыйлады, иә, Агата? Сабина, қош келдіңіз. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, 60%-ке ұнайды деп, ал қалған 40% қай жерін дұрыстар едіңіз? Например, мінезінде осы жері көп сөйлейтін ұнамайды деген сияқты бір пункттар бар ма? Өзіңізге түртіп алған? Жоқ, например деп айттым ғой. Қалған 40%-ін мен оның әлі толық білем деп айта алмаймын. Сондықтан да мен 60%-ын ғана. Ал ұнамайтын қырларын көрген жоқсыз ба? Мүлдем? Әлі онда көрмедім. Мұса, сен де айта кетші, проценттің мөлшері қанша процент? Мұса да 100 сияқты. Проценттік өлшеммен ба? Иә. 100%-дің 60-ға 60 сонда. Диана ханым, осы неде бір сұрақ қойыншы, екеуіне бірдей. Бір-бірлеріңізді жігіттің болашақ, болмаса қызым ретінде көре алдыңыздар ма мысалы? Және де ана сезімді процентпен өлшеген біртүрлі екен енді. Процентпен беріп жатыр, процентпен айтып жатыр қой. Жаңа сұраққа жауап беріңіздерші. Шынымды айтайын ба? Шынымды айтшы. Мен жалпы қасымда ертіп жүретін қыз ретінде елестеткен жоқпын. Негізі бірақ
керемет жар болатын қыз. Ол сонда қалай қасыңда ертіп жүргенге келмейді, бірақ шар болатын қыз. Жоқ, жоп ретінде былай біраз жүріп не қылады ғой. Ондай нәрсе этап неған жоқпын да, бірден уже тәрбиесінен өз-өзін ұстауынан мен көріп тұрмын. Болашақ әйел жар ретінде. Болашақта иә, кім алса да, мысалы мен алсам да бұйырса керемет. Өкінбейтіндей. Иә, өкінбейтіндей. Жоқ, Мұса, мен сен түсініп отқан жоқпын да мына жерде. Сен қашан түсінесіз, бірден түсінесің ба? Түсінбеймін. Себебі сен айтасың сонда не жүретін қыз, алатын қыз болып екіге сен қыздарды бөлесің ба сонда осы жерде? Негізі жоқ, қалай негізі? Құдайдың өзі кешірсін да, бірақ негізі оны өзіңде білесің. Солай бөлінетін. Жігіттер демек қыздарды екіге бөледі. Жоқ, мен Мұса сен жігіттер сіздер келісесіздер ме? Сонда бөлініс бар ма? Кім мойындай алады? Я, Мұса мен келісем, шынымен де үйленетін қыз бір басқа, қыз сияқты қыз бен жігіт болып кездесетін қыз бір басқа дейтін. Ақтөре, Асхат? Жоқ, мен ойым мына жерде ол айтқысы келіп отырғаны, әйел деп жаңа үйде отырғызып қояды, бүкіл үйдің жұмыстарын істейді, анасына қызмет етеді, сонда әйел ретінде бөліп отыр да, бүйтіп жүретін қызды басқаша бөліп отыр. Сіз бөлесіз бе? Мен бөлмеймін. Ақтөре, сіз? Диана келсем негізі сондай болады негізі жігіттер. Жоқ, Диана ханым, жігіттердің бәрі мойындау керек негізі болады андай. Причем тут Альбина ол үйленетін қыз ғой. Солай бізді жүрегімізге жылу ұялатып қойыңызшы. Қыздарда да болады, қыздарда да екеу болады, бізде де екеу болады. Қыздарда жоқ ондай? Болады. Қыздарда тек қана біреу. Қыздарды айтып берейін ба, Диана ханым? Мынандай болады қыздардікі. Андай түрі әдемі, мынандай симпатичный балаларды мақтану үшін ұстайды да, ал мынандай мықты балаларды не істеу үшін? Сіз қателестіңіз, Ақтөре. Жоқ, Диана ханым, қосып өтейінші, мына жерде айтып жатырсыңдар ғой, енді үйленетін қыз, либо жүретін қыз деп. Енді үйленетін қыздарың бар болса, үйленбейсіңдер ма, не істеп жүрсіңдер? Құр эфир үшін жүрсіңдер ма сонда? Сен ақыры үйленетін деп айтып отырсыңдар ғой, уақыт өткізіп енше құр жүрген шығарсыңдар. Үйленетін қыз деп енді көресің сен. Демек, Санжар өзінің өткен жұбын тек қана кездесетін қыз деп қана қараған, үйленетін қыз емес деп. Жоқ, Диана ханым, олай емес. Енді мен бөлмеймін. Рамазан бөле ме екен? Жоқ, бөлгенде мынандай ғой, кішігірім мінезіне қарайсың ғой, кейбір қыздар жүреді, өзі тәрбиелі, мысалы мына қыз сияқты да, үндемей жүрсе, уже ойлайсың да, мынау уже үйленуге дайын деген сияқты ше, тұрмысқа шығуға. Кейбір қыздар болады, айқайлап, ұрысып, енді қыдырып жүреді ғой, мына қыз үйленуге дайын емес сияқты. Дайын емес деп бөлем. Бірақ екеуі де ұнап тұрса не істейсің? Әрине осы қыз сияқты үндемей қалған қызды аласың ғой, өйткені ыңғайлы болады да біздің жігіттерге ше, ұрысқанға ұрыспайды, не қылмайды, тыңдайды. Мына жерде сөйтіп Диана ханым айтып кетейінші, ыңғайына қарап алады да, үндемейтін қыз алып алады, потом жүреді психологтар барып. Мен қиналып отырмын, мен бақытсызбын. Вроде әйелім бәрі күшті, но бірақ ұнамайды, жүрекке тартпайды деп отырады. Мына жерде тек қана ыңғайына қарамайсыз, жүрек кімге тартады, соған бару керек, жақсы көріп. Ал қаншама жігіттер бар, ұрысқақ болсын, характері жаман болса да, бірақ ғашық болған кезде ештеңесіне қарамайды. Диана ханым, айта салайыншы, андай қыздар бар ғой, ұрысып, не қылатын қыздар бар ғой, менде де болды кезінде ұрысып, өзің псих болып кетесің ана қызбен ше, шыны керек. Ондай қызбен жүргенше, білмеймін енді. Жоқ, сен просто, значит, оны ұнатпағансың ол қызды просто. Ұнатқан кезде сен полностью қабылдайсың, полностью қабылдайсың. Диана ханым, мынандай нәрселер болады ғой, мысалы өмірде де былай жүрген кездерде бір қыздардан сұрайсың ғой, мына жігіт кім деген кезде ухажерім дейді. Жігітің ба десең, жоқ, ухажерім деп айтады ғой көбісі. Соны қалай түсіндіресіңдер сендер жалпы вообще неге? Роза ханым түсіндірем дейді Ерасылға. Роза ханым. Ерасыл сонда сезім деген қайда? Мен осы жерге сол сезімді, махаббат іздеп келген адаммын ғой енді. Мына кісілер қазір қарасам, егер де ол бөліп отыр, әйел адам болуға үй шаруашылығын рабыня Изаура қылып алайын отқан себеп сондай ғой. Ал енді жүрегімен қаласа ол деген оның мінезі, Айгөлек сияқты тентек болсын келіп отыр ғой, например, біздің Айгөлекке. Сондықтан мен ойлаймын, ол жүрегімен сезбесең ары қарай қалай семья боласыңдар, олар қалай сіз жанұя боласыңдар, олай сіздің семьяға қалай ол кісі сіңеді. Сондықтан ең бірінші сезім, содан кейін достық, ары қарай махаббатқа айналып, одан кейін үлкен бір жанұя құруға болады деп санаймын. Ал былай бөлген біздің қыздарымыз сразу жүректерімен сезсе, ана адамды айырылмайды, сразу жүрегімен беріліп сезімі, унисон соғып жүру керек қой енді бізге айтқанда. Негізінде жалпы Диана ханыммен бағана бір сіздер сұрап отырсыздар ғой, сіздер қалай ойлайсыздар? Мен жалпы негізі олай бөліп жаруға негізі келіспеймін. Жүретін қыз или үйленетін қыз деп бөліп жаруға болмайды. Негізі нақты бір өзің бір адам тапқан екен. Унисон деп айтады ғой.
мына жерде бар ғой айтып жатыр жаңағы үйленетін қыз үйленбейтін қыз деп, мына жерде жігіттердің бәрі хотят үйде үндемей отыратын қызды. Барлығы емес меніңше. Көбісі. Мына жаңа Рамазан айтып жатыр ғой, міне үндемейтін қыз болса, үйленетін қыз екен деп ойлаймыз дейді. Бірақ олар олай ойламайды. На самом деле они хотят, чтобы басын миын жемей, үйде тып-тыныш отырып, өздері қыдырып, гулять етіп жүргісі келеді. Сол Диана ханым енді қыз деген жігіттің айтқанын істеп, тыныш отырғанға не жетсін негізінде? Бақыт қой сол біз. Жоқ, бақыт қой. Одан кейін өздерің ары қарай шығып қыдырасыңдар ғой. Рас қой. Егер үйдегі берекені таппаса, сол өзінің жарынан бір дүниені таппаса, бәлкім сыртта жүреді. Жоқ, менің ойымша, мен Роза ханымға келісемін. Адамда екі жұпта не болу керек, сезім, ең бастысы бірінші сезім болу керек. Неважно, адам қандай сезім болса, бірге бәрін көніп жүруге болады. Темірлан, Айгүл ханым. Мен Ерасылға жауап беріп кетейінші, жаңа сұрақ болды ғой, ухажер деген не ол? Сендер қыздар айтасыңдар ғой деп. Ол стадияға бөлінеді. Стадия ухаживания, потом потихонечку жұп болған кезде уже жігітің деп айтасың. Ухажер. Ухаживание. Это стадиямен желеп. Диана ханым, Зухраға сұрақ қойсам бола ма, Зухра ханымға? Сонда жаңа скучно болады деген, сонда сізді не айтып отыр, сонда неге намек тастап отырсыз, сонда? Тұрмыстық өмірді айтып жатыр. Жоқ, енді айтып отыр ғой, әйелінен скучно болып, басқа әйелдерге барады деген сияқты келтіріп отыр ғой. Иә, басқа қыздарға барады деп айтқым келді. Сонда нені келтіріп отырсыз сонда? Басқа нені келтіруге болады? Иә.